9 тамыз таңғы сағат 4:55 шамасында дағдарыс жағдайларында басқару басқармасының шұғыл кезекшісіне осы Қызылорда су торабының жанында орналасқан көпірдің астында бір азамат суға кетіп қалды деп хабар түсті. Қызылорда қаласының 3 ер жігіт және 2 қыз баласы осындай демалыста жүріп, белгісіз себептерде осындай көпірдің астына барып машинасын терезесін жуам деп еңкейгенде содан суға батып кеткен. Хабар түсісімен біздің жедел құтқару жасағының қызметкерлері оқиға орнына барып, қазіргі таңда сол іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әлі іздестіру жұмыстары нәтиже берген жоқ. Төтенше жағдай департаменті тарапынан айтатынымыз, осындай беймезгіл уақытта және белгіленмеген жерге суға түспесе дейміз. Сосын осындай арақ ішімдік ішкеннен кейін осындай өзен, көлдердің, осындай каналдардың жанына бармаса, сосын зерттелмеген жерлерге суға түсуге шектесе.